Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика негіздері оқу қызметі. Достарыммен үйренемін, артық кем сонша. Алдымен сәлемдесіп алайық. Жарқырап күнде ашылды, айналаға гүл шашылды. Қайырлы күн, біз еңбекқор баламыз. Қайырлы күн, біз көңілді баламыз. Балалар, біз бүгін артық кем сонша ұғымдарымен танысамыз. Мына видеоны бірге қарап, бүгінгі тақырыпты түсініп алайық. Бүгін күн жақсы екен. Дана, жүр, алма терейік. Мен де соны айтайын деп едім. Аға, екеуміз жарысайықшы, алманы кім көп тереді екен? Жақсы, Дана, келістік. Мен 5 алма тердім. Мен 7 алма жинадым. Сандар жиынында 7 саны 5-тен кейін тұр. Демек, 7 5-тен артық. Артық деген сөз көп, үлкен дегенді білдіре ме? Иә, мен сенен көбірек алма тердім. Он үш болды. 13 саны 7-ден кейін келеді. Сонда 7-ден 13 артық болады. Бұл жолы мен көп жинадым. Дұрыс, Дана. 13 саны 7-ден артық, немесе 7 саны 13-тен кем деуге де болады. Олар былайша таңбаланады. Мынау артық белгісі, мынау кем белгісі. Дана, қарашы, мына белгілер бірдей ме? Жоқ, бұл белгілердің бір жағы үшкір, бір жағы ашық. Екеуінің ашық жақтары қарама-қарсы жаққа қарап тұр. Сандарды салыстырып жазғанда, осы белгінің ашық жағы үлкен санға қарайды. Мысалы, 16 артық 10-нан, немесе 10 кем 16-дан. Аларды оқып көрші. 2 кем 5-тен, 10 артық 8-ден. Дана, қара, екеуміз де 13 алмадан жинадық. Мынау теңдік белгісі. 13 алма тең 13 алмаға. Дұрыс оқыдың, немесе 13 тең 13-ке деп оқылады. Яғни, екі жақтың сандары тең дегенді білдіреді. Балапанның бойы ұзын екен. 6 артық 5-тен. Біздің де бойларымыз бірдей емес. Сіздің бойыңыз менікінен ұзын. Дұрыс, Дана. Әлі біраз өсу керек екен. Біз екеуміз біраз алма тердік. Иә, анамыз риза болатын болды. Қайталайық. Артық, кем және тең. Артық деген үлкен, көп дегенді білдіреді. Ал кем, кіші, аз дегенді білдіреді. Бірақ математикада артық, кем деп қана қолданылады. Артық, кем деген сөздер мынадай белгілермен жазылады. Бұл белгінің үшкір жағы кем санды, ашық жағы үнемі артық санды көрсетеді. Алдымен бірінші санды оқып, ол үлкен болса артық, кіші болса кем деп айтып, одан соң екінші санды оқу керек. Мысалы, 16 артық 10-нан. Немесе 10 кіші 16-дан. Салыстыруда екі жақтағы заттардың сандары бірдей болса, Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды түсініп алдыңдар ма? Артық, кем, немесе тең ұғымдары. Түрлі сандарды салыстырып, бүгінгі оқу қызметімізді бір қорытындылап алайық. 5 және 3 саны. Қай сан үлкен? Дұрыс, 5 саны үлкен. Салыстырамыз. 3 қар ұлпасы. Келесі жағында 1 қар ұлпасы. Қай санымыз үлкен? Дұрыс айтасыңдар. 3 саны
үлкен. Яғни 3 саны 1 санынан артық. Келесі 4 қар ұлпасы. Ал келесі жағында 2 қар ұлпасы. Енді сандарды салыстырайық. Қай сан үлкен? Дұрыс, 2 санынан 4 саны артық. Келесі сандарымыз 2 қар ұлпасы. Ал келесі жағымызда 5 қар ұлпасы. Енді салыстырайық. Қай сан үлкен? Дұрыс па? Жоқ, 2 саны үлкен емес. Қандай сан үлкен? Дұрыс, 5 саны үлкен. Өте жақсы. Міне осылай тапсырмаларды орындай береміз. Келесі 3 қар ұлпасы. Ал салыстыратын жағымызда 4 қар ұлпасы. 3 және 4 сандары. Қай сан артық? 3 бе, әлде 4 бе? Әрине, 4 саны артық. Өте жақсы. Енді балалар, тең деген ұғымға салыстырма жұмыстарын жасайық. 4 саны, екеуі тең. Енді қараймыз. Неше қар ұлпасы? 2 қар ұлпасы. Ал қарама қарсы жағында 2 қар ұлпасы. Демек, бұл екеуі қандай? 2 және 2. Ортаға қандай белгі қойылады? Әрине, тең таңбасы қойылады. Екі жақта да бірдей сандар болса, тең таңбасы қойылады. Неше қар ұлпасы? 5 қар ұлпасы. Ал келесі жағында 5 қар ұлпасы. 5 және 5 сандары. Демек, бұлар қандай? Дұрыс, тең. 5 және 5 тең болады. Міне, біз бүгінгі жаңа тақырыпты түсініп алдық деген ойдамын. Балалар, біз бүгін артық кем тең ұғымдарымен таныстық, және де бірнеше мысалдар шығардық. Ендеше бүгінгі тақырыпты қаншалықты түсінгенімізді білу үшін жұмыс дәптерімізді ашайық. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бұл мектеп сыныбы. Мектеп сыныбында мұғалім, ұлдар, қыздар, парта, орындық, мұғалім үстелі және тақта бар. Ендеше неше ұл, неше қыз, қайсысы артық, қайсысы кем? Тиісті сандарды жапсытырамыз. Екінші тапсырмада цифрлардың үстінен саусағыңмен жүргіз. Көрсетілген сандар қанша болса, шаршыға сонша нүкте сал. 6, 7, 8, 9, 10 сандарына қажетті нүктелерді салып шығамыз. Бұл бізде екінші тапсырма болды. Енді бізде келесі үшінші тапсырмаға назар салайық. Бұл жерде текшелерді санаймыз. Саны бірдей текшелер бар ма? Текшелерді карточкалармен сызып қосамыз. Ортада берілген сандармен текшелерді сызып қосамыз. Қай текшелер бірдей екен? Мұқият санап, бұл тапсырманы да бірге орындайық. Бұл саған қиындық тудырмайды деген ойдамын. Балалар, мен сендерге арнап мынадай тапсырмалар дайындадым. Заттар тобын санаймыз және салыстырып, қажетті белгіні қоямыз. Қай заттар тобы артық екен, және де заттар тобының тең түскен жерлері бар ма екен? Мұқият санап, тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, сендерге бұл тапсырма қиын болады деп ойламаймын. Бүгінгі тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасауды ұмытпа. Бүгінгі оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар.